Арман мен Ашаның ажырасып кеткені қаншалықты рас. Күні кеше Матай өзге жігітпен көпшіліктің көзіне түсті. Қазнеттің қызу талқасына түскен жұлдызды жұптың қазіргі қарым-қатынасы қалай? Оқырмандарын алаңдатқан атышулы отбасылық одақтың мәселесі жайлы көре отырыңыз. Бүгінде бұл жұптың отбасылық одағына оқырмандары қатты алаңдаулы. Олардың секемденуіне секем де жоқ емес. Бұрындары бақытты сәттерін желіге жиі жүктейтін Арман мен Аша қазір жанұялық естеліктерін бөлісуді доғарған. Ерлі зайыптылардың екеуі де инстаға бірге түскен суреттерін соңғы рет 6 ай бұрын жариялаған. Мұны байқаған жанкүйерлері жұбайлардың әр жазбасына әртүрлі сұрақ қойып отырады. Аша Матаймен ажырасып кеттіңіздер ме? Ашамен бірге түскен суреттеріңізді қоймайтын болыпсыз, дейді олар. Көпшіліктің күдігі сейілмей тұр. Аша желіге бейтаныс жігітпен халық назарына ілікті. Бекеш жігіттің жүзін жасырған. Елді елең еткізген фото Матайдың фан парақшаларының бірінде жарияланып, сәлден соң өшіп үлгерген. Қазнетте тараған қауесетке жұлдызды жұптың мардымды жауап берер түрі жоқ. Аша декреттік демалысқа аттанардың алдында Арман жеке шығармашылығын қолға алатынын айтқанды. Жарты жылдай дуэтте ешқандай жаңалық болмайды. Мен жеке шығармашылығыммен айналысамын, деді Қоңырбаев. Жарты жылға жуық уақыт жуықтаса да, бұл дуэттің жеке өмірінде де шығармашылығында да жағымды жаңалық жоқ. Ашаның ақпан айында берген сұхбатында ол өзі жүргізген атышулы қалаулым бағдарламасын тізгендеуі тиіс еді. Алайда ол бағдарламаға қайта келмеді. Соған қарағанда жұлдызды жұптың жоспары күрт өзгерген секілді.